Бақыттылық біздің өзімізде, біреулер оны байқайды, ал біреулер өзінде бар екенін сезбейді де. Мәселе өмірде емес, сол кісінің оған деген көзқарасында, сыртқы шарттарда емес, пенденің оны қалай қабыл алатынында. Бақыттан өз еркімен бас тартқан адам қайтып бақытты бола алмақ. Біз өмір сүріп жатқан фәни дүние сынақ әлемі және уақытша мекен. Ол азаптарға, бәле-кесапаттарға, қайғы-мұңға және ауру сырқауға толы. Бірақ бұл біз азап шегіп, мұңайып, жасымызды төгіп, жылап жүруіміз керек деген сөз емес. Тұнжырап жүру бұл жақсы қасиетке жатпайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан: мұсылманның бауырына күлімсірегені садақа бергенмен бірдей. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам көбінесе күлімсіреген жүзбен жүретін еді. Ол барлық иманды жандар үшін үлгі. Егер күлімдеуде не күлкіде қате бір нәрсе болса, ол бұдан бірінші болып бас тартатын еді. Ол көңіл көтеретін сөз айтатын, бірақ өтірік айтқан емес және әрдайым көңіл күйі көтеріңкі жүретін. Күлімдеу және көңіл көтеретін сөз қуаныш алып келіп, тұнжырамай еркін жүруге жәрдем береді. Көңілді көтеріп, бұл дүниедегі өмірді жеңілдетіп, жақсы көңіл күй сыйлайды. Жан дүниеге күш-қуат береді және ауыр ахуалдардан шығуға, сынақтардан өтуге жәрдем береді. Қуануды білмеген және ешқашан жымимаған кісіге байлық та, билік те және оған берілген жақсылықтардың ешбірі де бақыттылық бере алмайды. Оны еш нәрсе түнерген жағдайынан шығара алмайды және ол өзінен елді үркітіп тұрады. Өйткені ол әрдайым сондай өлімнен келгендей тұнжырайып жүреді. Одан зерігу, мұңаю сезіліп, өзінің сыртқы көрінісімен басқалардың көңіл күйін бұзады. Мысалы, өте сұлу әйел де әрдайым қабағын түйіп, тұнжырап, үйін мазарға айналдырып тастаса, онда оның сұлулығынан не пайда? Өз үйін кішкентай пейішке айналдырған, көңілді, тартымды әйел онша сұлу болмаса да, тұнжырайған сұлудан әлде қайда әдемі. Дегенмен күлімдеу шын жүректен шыққанда ғана, кісі көңілді, меймандас болса ғана бағалы болады. Адам табиғатында қуану сипаты бар. Бірақ теріс сезімдер, эгоизм, сараңдық, ашулану оны тұнжыратып, уайымшыл қылады. Тіпті жануарлар да өмірге қуанады. Ал енді тұнжыраған, мұңайған кісі Алланың әлемдегі сұлулықтарын байқамайды. Ол өзінің проблемаларымен ғана әлек. Бір нәрсені әр адам әрқандай етіп көреді. Біреулер оптимизм жолын ұстанып, өмірге жаңа үмітпен қараса, тағы біреулер пессимист болып үмітсіз қарайды. Ой мақсаттары да, істері де дұрыс болғандар ғана дүниені шынайы бейнесінде жаратқан берген барша ғажап әсемдігімен көруге қабілетті. Дүниеде болмаған қаншама нәрсе үшін ашуланып, өзінің де басқалардың да өмірін уландырған кісілер бар. Олардың ашуланғанының себебі сынған шыны, жыртылған бір парақ қағаз, зияны жоқ әзіл, не жолда түсіріп алған болмашы тиын. Бұлар түймедейді түйедей етіп, қиындықтың масштабын өте үлкейтіп көріп үйренген кісілер. Кішкентай жамандық олар үшін нағыз қайғы, айналадағылардың кішкентай ағаттығы қорқынышты қылмыс болып сезіледі. Олар өздеріне берілгендердің ешбіріне қуана алмайды, бірақ ашуланып жындану үшін әрдайым себеп табады. Бұл кісілер шындығында бақытсыз байғұстар. Олардың бақытсыздығының себебі олардың өздерінің мінезі, жүріс-тұрысы және өмірге деген көзқарасы. Өмір тұнып тұрған өнер, ал енді әрбір өнерді ынта қойып, оқып үйрену керек. Өмірге қуана білу және жақсы көңіл күйді сақтай білу тола ақша салынған қапшықтан да маңызды. Қабағы қатулы, ашулы және жүдеген кісіге қарағанда ашық жарқын, көңілді адам өзіне және айналасындағыларға көбірек пайда алып келеді. Өкінішке орай кейбір адамдар ақша туралы ойланып, күніне бірнеше сағат уақытын
кіріс пен шығыстарын есептеуге жібереді де сол уақытта әсем бақтарды, жұпар иісті гүлдерді және құстардың әдемі сайрағанын, жаратқаннан сыйға берілген айналасындағы керемет сұлулықтарды еш байқамайды. Алыстан бақыт іздегендер жаңылады. Бақыттылық біздің өзімізде, біреулер оны байқайды, ал біреулер өзінде бар екенін сезбейді де. Мәселе өмірде емес, сол кісінің оған деген көзқарасында, сыртқы шарттарда емес, пенденің оны қалай қабыл алатынында. Бақыттан өз еркімен бас тартқан адам қайтып бақытты бола алмақ. Сергек әрі жақсы көңіл күйдегі кісі қиыншылықтарды да күлімдеумен басып өтеді, және бұл оған қуаныш, тебіреніс тарту етеді. Ол қиыншылықтардан қорықпайды, ол жігерлі, еңбекқор. Міне сондай кісілер үшін телегей теңіз тізесіне келмейді деп айтады. Бұл қабағы қатулы және қайғылы кісілердің өміріне қарағанда олардың өмірі жеңіл дегендік емес. Бар болғаны олар өздері оптимизммен өмірін жеңіл қылады. Көп еңбектеніп, өзіне де, айналасындағыларға да қуаныш сыйлаған, бақыт алып келген кісілер бар. Олар сол жолда жігерленіп, қойған мақсатына барар жолда алдынан шыққан, қиыншылықтардан еш қорықпайды. Сондай-ақ олар үшін барлық жолдар жабылған, ешбір әрекет жәрдем бермейтіндей, не қылса дағы еш нәрсе шықпайтындай сезінетін кісілер де бар. Олар отырып алып аспаннан алтыннан жаңбыр жауын, не жерден үлкен қазына табылуын күтеді, және аяғында ондай керемет болмағаны үшін қатты қапа болады. Біздің өміріміздегі барлық қиыншылықтар уақытша, салыстырмалы. Кім тышқаннан қорықса, сөзсіз одан жеңіледі, ал енді кім арыстаннан да қорықпаса, ол оны жеңеді. Бұл өмірде қиыншылықтар бөтен ит сияқты. Кім одан қашса, ол оны қуады. Ал енді кім оған қарай сенімді баратын болса, ол оған жол босатып қашып кетеді. Егер кісі өзін еш нәрсеге жарамаған, пайдасыз және ұлы істерді жасауға қабілетсіз деп ойласа, ол шынында сондай болып қалады. Мұндайлар бір нәрсеге кірісерде өзінің жеңілетінін және игілікке жетпейтінін күтеді. Өзіне сенуі өте маңызды, өйткені ол мақсатқа жетуге түрткі болады. Сондай-ақ бұның тәкаппарлыққа ешқандай қатысы жоқ, өйткені өзіне сенуі мақтауға лайықты. Ал енді тәкаппарлық болса, жаман, арам нәрсе. Өзіне сенген кісі алға қорықпай қадам басып, жолында пайда болған барлық тосқауылдардан өтуде бір Аллаға тәуекел етеді. Ол барлық нәрсе Алла тағала арқылы ғана келерін түсініп тұрып, оған тәуекел етіп еңбек етеді. Өмірде байсалдылық, сенімділік және Аллаға тәуекел етумен қадам басып, өзі елге, ел оған жақын болу, оптимист болу, жағымды, күлімдеген және сергек кісі болу қандай керемет. Күлімдеу біздің бақытымыздың бір бөлігі екенін түсіне білу өте маңызды. Мұңаюдың не керегі бар? Мұңаюдың еш керегі де, ешқандай зәрулігі де жоқ. Ол ешқандай пайда алып келмейді. Керісінше ол кісінің уақытын, күш-қуатын алып, оны пайдалы іс-әрекеттерден және жақсы істерді жасаудан қалдырады. Ол пендені бақытсыз, әлсіз сезіндіріп жүдетеді. Мұңаю біздің өмірімізді ішқұса етіп, ауру қылып, сары уайымға салып, қараңғылыққа душар қылады. Ол біздің жақсылық көруімізге, қуануымызға тосқауыл болып, бізді пессимистке айналдырады. Солай болса да, мұңаюдың себепшісі әрдайым өзіміз бола бермейміз. Кейде оның пайда болуына біздің ешқандай қатысымыз жоқ болса да, ол бізге келіп жетеді. Біз одан еш құтыла алмай қаламыз. Мұндай сәтте ол бұл өмірде бізге келетін басқа сынақтар сияқты сабырлылықты талап етеді. Және біз оған солай мәміле жасайтын болсақ, Алла тағала бізге зор сыйлықтарды уәде қылған. Пейіш тұрғындары ол жаққа кірерде былай дейді:
Бар мадақ пен шексіз шүкіршілік қайғы-мұңды бізден мәңгілікке аластаған Аллаға арналады. Фатыр сүресі 34 аяттан. Бұл жерде фәни өмірде оларға келген қайғы-мұң басқа сынақтарға ұқсас екені айтылып тұр. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам мұсылман неге душар болмасын, мысалы шаршау, ауру, қайғы, кесел-кесапат, аза тұту, тіпті тікеннің кіруі. Алла сөзсіз солар үшін жасаған күнәларынан қайсы бірін кешіреді деп айтқан. Байқағанымыздай, қайғы басқа сынақтармен қоса айтылып жатыр. Егер иманды кісіге бұл дүниеде қайғы келетін болса, ол жаратқанға дұғамен жалбарынып, оны сейілту үшін оған қарсы тұруы керек. Біз бақыттылыққа екі дүниеде де ұмтылып, жаратқаннан бұл туралы сұраймыз ғой. Ал енді бақыттылық пен қайғы-мұң бір-біріне сәйкес келмейді. Кісі өзін мұңайтатын себептерді бекерден бекер тудырып алып, содан соң бұл да құлшылық Аллаға жақындатады деп ойламау керек. Егер қайғы сыйға беріліп, күнәлар кешірілетін сынаққа кіретін болса, онда оның өмірде көп болу үшін әрекет жасау керек деу қате түсінік. Қайғының себебі шынайы иман және Құдайдан қорқу болғанда ғана мақтауға лайықты болады. Бұл күнә іс жасап алып, кейін сол жасаған ісі үшін өкінген кісінің қайғысы. Алла бізді түзу жолға салып, бізді қайғыдан арылтсын. Қанша мәрте сен қорыққан нәрсе болмай қалды. Қанша мәрте сен үміт үзген нәрсе ойдағыдай болып шешілді. Қанша мәрте шығар жолы жоқтай көрінген жағдайдан шығатын жол табылды. Қанша мәрте бір іс қолыңнан келмейтіндей сезіліп, аяғында қолыңнан келді. Қанша мәрте үстіңнен қара бұлт үйіріліп, бірақ жаңбыр жаумай қалды. Қанша мәрте қорқынышқа тап болып, керек болса әне-міне өлетіндей болдың, бірақ қазіргіге шейін тірі жүрсің. Қанша мәрте соңы жоқ бәлеге душар болдың, бірақ кейін құтылып шықтың. Қанша мәрте еңіреп жыладың, бірақ кейін көз жасың бетіңде құрғады. Алла тағала саған сан жетпес мәрте жәрдем берді, ал енді сен тағы да мұңаюға және сары уайымға салынуға себеп табасың. Әлде саған Алла тағаланың барлық нәрседен құдіретті, күш қуатты, ұлы мейірімді, естуші, көруші, кешіруші және тәубелерді қабыл алушы екені белгілі емес пе? Алладан басқада күш қуат құдірет жоқ. Ла хаула ва ла қуата илля биллах деген сөздер саған қайғыны қуалауға және сенің пешенеңе жазылған барлық сынақтарды сабырлылықпен өткізуге жәрдем береді. Бұл сөздерді жиі-жиі қайтала, өйткені олар пейіштің кең байлықтарының бірі. Олар бізге бұл дүниеде тыныштық және қуаныш сыйлап, өмір соққысына тап болғаннан кейін қалыпқа келтіріп, біздің иманымызды және жаратушымен болған байланысымызды күшейтеді. Алладан басқада күш қуат құдірет жоқ. Ла хаула ва ла қуата илля биллах. Ла хаула ва ла қуата илля биллах. Ла хаула ва ла қуата илля биллах. Осы сөздерді күніге қайталап жүруіміз қажет екен. Не өзгерді? Қайғырма, өйткені сен бұған дейін де оған талай рет ұшырағансың, бірақ ол саған пайда келтіріп жағдайыңды өзгерткен жоқ. Сенің ұлың өте маңызды сынақтан өтпей қалып, сен қапа болдың. Сенің сол қапаланғаның оған игілік алып келіп, басын көтерді ме? Жоқ. Жақын бауырың қаза болып, сен қайғыға батып аза тұттың. Сонда сенің қайғың ол бауырыңды тірілтті ме? Жоқ. Сен жасаған саудаң шығынға ұшырап, қайғыға батып қапа болдың. Сонда сенің қайғың шығыныңды кіріске айналдырып қойды ма? Жоқ. Қас дұшпаның айтқан бір жаман сөздің себебінен қайғыға батып қапа болдың. Сонда сенің қапа болғаның жаман сөзді жақсы сөзге алмастырып қойды ма? Жоқ. Қайғырма, өйткені қайғы өзінше бәле. Егер басыңа түскен бәле үшін қайғырсаң,
онда бір бәле екі болады. Қайғырма, өйткені кісі қайғырғанда оған кең үй де, сұлу әйелі де, байлығы да, билігі де, жақсы балалары да пайда бермей қалады. Қайғырма, өйткені бәрі тағдырда жазылған, болатын нәрсе болады. Қаламдар көтеріліп, жазудың сиясы кепкен, барлығы қалай болу керек болса, солай болады. Басқаша емес. Сенің қайғың еш нәрсе өзгерте алмайды. Еш нәрсе алыстатып, еш нәрсені жақындата алмайды. Еш нәрсені үлкейтіп, еш нәрсені кішірейтпейді. Қайғырма, өйткені қайғы саған дүниені қара түсте көрсетеді. Көңіл күйі жоқ, қайғыға батқан кісіге гүлдеп тұрған бақ шөлге ұқсап көрінеді. Көз жауын алған гүл тікенекті бұтаққа, ал енді өмірдің өзі болса, қараңғы тозаққа ұқсап көрінеді. Қайғырма, өйткені сенде өзің қабылдаған керемет дінің бар. Баға жетпес иманың бар. Көздерің, құлақтарың, аузың, мұрның, қолдарың, аяқтарың, денсаулығың, тағамың, малың, азық-түлігің, киімің, үйің, қызметің, отбасың, туғандарың және достарың бар. Сондықтан қайғыны қасыңа жуытпа, өйткені ол сенің бақытыңды тартып алады. Бақыттылық тура жолда. Екі дүниеде де бақытты болғысы келген кісі тура жолда жүруден бас тартумен қалаған бақытына жете алмасы анық. Бір кісі Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассаламнан: «Уа Расулалла, екінші рет мен ешкімнен сұрамайтындай қылып маған ислам туралы айтып беріңізші» деп сұрағанда, ол былай деп жауап берді: «Мен Аллаға иман келтіргенмін деп айт та, тура жолда бекем бол». Бақытты болуын қалаған кісі түзу жолдан оңға да, солға да бұрылмай, дінге бекем болуы, іс жүзінде дін ережелерін мұқият сақтау керек. Ол өте қаталдықты да, өте бостықты да көрсетпеу керек. Яғни астамдық пен нұқсандықтан сақтанып, орта жолда иманды ту етіп, кемшіліксіз өмір сүруге әрекет ету керек. Әлбетте, шайтан кісінің жүрегін сынайды. Егер ол пендеден дінге деген жиіркенуді не жаратушыға бас июге деген жалқаулықты көрсе, онда пендені парыз ғибадаттарды орындамай, арам іс жасай бастағанға шейін ауыз көпіртіп сөйлегенге және жалқаулыққа шақырады. Шайтан оның жаратқанмен болған байланысын үзіп, тұңғиыққа түсетін тік жарға барғанға шейін тоқтаусыз азғыра береді. Ал енді шайтан кісінің жүрегінен дінге деген махаббатын және оған деген ынтызарлығын көрсе, ол оны астамдыққа жетелеп, зорығып қалғанға шейін түрте бастайды. Сөйтіп, ол оны түзу жолдан бұрып әкеткенге шейін азғыру әрекеттерін жалғастыра береді. Тозақтан құтылып пейішке бару, демек ақыретте бақытқа ие болу, кісі иманға келгені туралы айтып қана қоймай, түзу жолмен жүрген кезде ғана болады. Кейде пенде түзулікті, өзінің жаратушыға жасаған ғибадатын кемшіліксіз ұстап тұра алмайды. Кісі сөзсіз қате жібереді, кемшілік қылады. Сөйтсе де жаратушы өте мейірімді. Сондықтан ол өзінің кешірімімен біздің түзу жолдан тайып кеткен уақыттарымызда дұғаларымыз арқылы бағдарымызды түзету мүмкіншілігін берді. Ең биік мақсатқа жетуге мүмкін болмаса да, бұл оған ұмтылудың керек жоқ деген сөз емес. Әлбетте, сол ұмтылудың өзінде үлкен жақсылық жатыр. Өйткені кісі ұлы мақсатқа ұмтылумен жақсы жаққа өзгеріп, бақытты болады.